Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Егін Кезет. Бүгін мен сіздерге кітапес телефонға басылмай ма деген сұраққа жауап беретін боламын. Бірақ бұл кітапес телефонға кейбір ютубер түсіріп жатады, кейбір ютуберлер телефонға жазып ойнап жатады достар. Ал кейбіреулер басып бірақ ойнай алмай кететіндері бар. Бірақ достар, мен қатты сене алмаймын телефонға кітапес жазылады дегенге. Кітапес деген компьютердің өздеріне жай жазады достар. Мықты компьютердің өздеріне әген деген жазады, сондықтан жай телефонға жазады деп ойламаймын. Сосын басып жатқан кезде 28,74 мегабайт деп тұрады. Бұл өте аз достар. Кітапесте ондай мегабайт болмайды достар. Көп болса бір телефонға жазылса бір 3-4 гигабайт болуы мүмкін кітапес шықса деген мо. Ал бойына шықпай телефонға басып жатса достар, ютуберлер 28 мегабайт дегенді басып жатады. Ол өтірік деп ойлаймын өзім. Бірақ енді қазір тексеріп көретін боламыз, мен сіздерге көрсетемін. Ал оған дейін ютубқа кіріп жазып, не істегенше дейін паузаға қойып тұрамын достар. Достар, мен жаздым телефонға кітапес скачать етуді жаздым. Şimdi осылай видео шығады. 8-3-ші қалай кітапес скачать етеді Android телефонға деген мен көріп алдым. Енді ортасына қаратай көрсететін боламын. Бәрін жабыстырып жазу керек. Is android.com деп жабыстырып жазсаңыздар. Қазір менде 69 жазылушы құрылмасты. Достар, және де формобиле download дейді. Кітапес телефонға қалай жазады, без чанер деген неден көріп кетсеңізде болады. Мен қалай істейтінімді. Енді шығамызда Google-ға кіретін боламыз достар. Google-ға кіреміз. Кітапес мобил Кітапес мобил деп жазамыз достар. Осылай кіреді. Кітапес мобил download дегенді басамыз. Достар, осылай басамыз. Сосын осы жерде айтты download for Android дегенді басамыз деп қазір басатын боламыз. Так. Бастық. Қазір мына сал кетіп қалсын. Міне шықты. Файл этого типа может причинить вред вашему мобильному устройству, сохранить файл кітапес апты басамыз. Болды достар, мінекей үстінде бізде Храм осталось анатомия сейчас дейді. Мен кітапес апт деп жазып жатыр. Мен қараңыз, 28,03 мегабайт өте аз достар. Сонда кітапес деген кәдімгідей мықты ойын достар. Әлемде танымал ойын. Сонда оған 28 мегабайт болады деп ойламын достар. Бұл өтірік достар. Өтірік шығар. Қазір көретін боламыз, тексереміз. Ал жазғанша дейін мен паузаға қоямын. Достар, мінекей менде жазылды. Мінекей үстінде жазылды деп тұр. Енді осыны бүйтіп басамыз.
Мне сайта в целях безопасности вас телефон блокирует установки приложений из неизвестных источников отмена базовка. КТПС. Настройка установка неизвестных приложений. Разрешить установку из этого источника. Басамыз и шамыз. Установить это басамыз. Мінекей установка олатыр достар. Мінекей установка олатыр достар. Приложение установления каталогын басамыз. Ой, каталогын бастық шамыз. Достар, жоқ. Қызық. Жоқ, достар. Міне, ктпстепті кірейік. Достар, ақын қойын. Мен достар қосыды да, өзім сенбей отырмын. Міне. Ок. You are only one step away from exploring Grand Theft Auto. Достар, менің ойымша бұл өтірік сияқты. Себебі осындай болып кетеді. Жаңағы мен көрсеткен ютуберде де осындай болған достар. Тура осындай болған, бірақ ол айтты, өзінде менде 1000 подписчик болса, сол кезде ғана өтірік пе әлі жоқ па екенін көрсететін болды деп айтты. Ол ютубердікі өтірік алдағандық деп ойлаймын өзім. Не істеп не істеймін білмей отырмын достар, өзім осылай бір нәрсе істеп отырмын, короче. Жоқ кеттік присым киім. Қайда кеттік достар. Шаш. Жоқ кеттік. Тағы да шақ. Фриді басақ. Разрешит. Ай. Достар. Разрешит басамайды. Неге білмеймін. Мінекей достар, бұл өтірік болып шықты. Енді осындай шығатын ютуберге сенбеңіздер. Себебі ол өтірік айтады достар. Қазір достар қайттан көрейік, не болатынын көреміз. Мінекей қазір. Міне достар, мына жерде ешқандай ктпсті көріп тұрған жоқпын, шығамыз. Қазір қайттан көреміз. Мінекей достар. Міне Grand Auto ктпстің кірдік. Міне бастап отыр. Міне достар, бастап отыр. Бірақ кірмейді неге білмеймін. Достар, кірсе күшті болатын еді. Мына бітіп өткізесек. Одан берек. Өткізек достар. Мінекей. Достар, бұл өтірік болып шықты. ктпсті қайттан көрейік. Неге екен білмеймін, бірақ өтірік болып тұр. Ё-ма, достар. Мен түгі осы жеңізде осындай шығады достар. Достар, енді бұл өтірік екен білдіңіздер, бірақ сонда да қайта істейміз. Біз берілмейміз дейсің ғой. Қазір настройка кірейік. Так. Хранишен басамыз достар, қазір кіргенге дейін стопқа қоядық. Мінекей достар, мен файлдарға кірдім, енді андроидқа кіреміз. Жоқ.
Android Donoranға кіреміз. Енді так GTA 5 апықты басамыз. Тура жаңағындай болады. Қазір ана жерде не открыть деп тұрады, соны басамыз. Суретіне установить. Мінекей достар, установка болып жатыр. Қазір көретін боламыз. Режим открытті басамыз. Қосылды. Қазір көретін боламыз. Подписалась достар. Мінекей достар, телефонға GTA 5 ешқашан да басылмайды. Басылса да ойнанбайды. Сондықтан бұндай ютуберлерге қатты сенбей қойыңыздар деп айтамын. Бұл видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер достар. Жаңағы ютуберіміз осы видеоны салған кезде айтыпты, 1000 подписчик жиналса, менің осы GTA 5-ті қалай не істейтінін шығарамын деп айтып отыр достар. Осы не істейміз, жаңағындай 1000 подписчик болса, GTA 5-ті жаңағы жазу шықты, соны не екенін, шыға ма шықпай ма, ойнана ма ойнамай ма екенін айтамын деп тұр достар. Ол балада 69 подписчик тұрған, соның GTA 5-тің өтіп түсірген арқасында 300 бірнәрсе подписчик жинап алды достар. Сол өтіп түсірген ютуберге достар. Ондай видеоға сенбеңіздер. Сіздермен болған еган кезет видеоны лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.